Рахмет. Слово предоставляется депутату Юртаеву Сыраму Мухаммедовичу, пожалуйста. Рахмет, құрметті Павел Олегович, құрметті әріптестер, ауыл баршамызға қасиетті өлке. Ауыл ел бесігі бағдарламасы ауыл тұрғындардың әл-ауқатын, тұрмыс тіршілігін жақсартуға арналған. Яғни бағдарлама бар, елді қолдаймыз, ауылды қолдаймыз дейміз, бірақ қарама-қайшы іс-әрекеттер де бар ішінде. Жеке қосалқы шаруашылықтар туралы айтқым келіп отыр әзір таңда. Ауылда 1.700.000-ға астам жеке қосалқы шаруашылық бар. Солардың өзінің салық кодексін алып қарайтын болсақ, 341 бабының 1 тармағының 14 тармақшасында нақты айтылған. 282 айлық есепшінің жоғары асатын болатын болса, яғни 864 мың теңгеден асатын болса табысы. Ол міндетті түрде жеке қосалқы шаруашылық не кәсіпкер болу керек, не болмаса салық төлеу керек 10% айналымнан. Әзіргі таңда 6 ай бойы еңбек етеді, бау-бақшасын, қысымен құрт майын, етін сатып күн көретін халықтың ішінде көрсетіп қойғанбыз, 864 мың ішіне бәрін кіргізіп қойғанбыз. Яғни кәсіпкер болу керек. Бағып атқан ірі қарасымен 1-2 жылқысын сататын болса, бітті табыс салығына кіріп кетеді. Ол кәсіпкер емес, ол шаруасын айналдырып отыр өзінің ауласында. Яғни бүкіл ауылда тұратын ағайынның бәрі табысты алыстан емес, өз ауласынан қарайды. Енді қараңыз, 800 жаңағы айтып атқан 864 дегеннің ішіне кіргізілетін, кірген ішіне кіретін ірі қара мал, сауынды табын, жылқы, түйе, қой, ешкі, үй құстарының барлық түрі, тауық, жұмыртқа, картоп, сәбіз, қырыққабат, сарымсақ, пияз, қызанақ, қияр, алма, өрік, шие, шабдалы, ет, сүт, құрт, май, жүнге шейін бар. Тіпті еленбеген терге шейін кіргізіп қойғанбыз ауыл халқының мойнына. Яғни бұдан кейін осының бәрін айналысатын болса, ол арғы табыс салығын төлеу керек. Бұл жерде біз қолдап жатырмыз ба, жоқ қарапайым шаруаны қорлап жатырмыз ба? Ондай осындай ой туады. Бізде енді айтып өткендей, ауылда ағайындардың басым бөлігі жаңағы өз ауласынан тапқан екен табысты. Бір аулада 7-8 адам жұмыс істейді. 7-8 адам бір үйде дейік, бір ауласында. Ол үйде егінін егеді, сүтін сауады, оның етін алады, оны сатады. Сатқан кезде ол өзінің бала шағасын асырайды. Үйіндегі отбасы бәрі бір-бірін жұмылып бір-бірін асырып отқан кезде осындай салығы кеп қойып қоямыз оларға. Яғни 7-8 адам өз бір үйде тұратын адам, жалдамалы жұмысшы жоқ үйде. Ешкімді жалдап атқан жоқ, жалдайтын болса, яғни кәсіпкер болып кетеді. Жалдап жатқан жоқ. Енді өздеріңіз көріп отқандай, егер мына 7-8 адам осының бәрін не алатын болса, бухгалтер жайдау керек, есепші, соның бәрін жалдау керек. Енді бұл есепші жалдай ма, жоқ тапқан табысынан бала шағасын асырайды ма? Өздеріңіз елестетіп қарап көрсеңіздер, ауылда тұрғандары жақсы біледі. Ауылда қыз келіншек, апа аналарымыз қандай еңбек етеді, қысы жазмен еңбек етеді, бау егеді, шөптерін отайды, қолдары күс-күс болып кеткен аналарымызға біз қалай салық салмақшымыз? Оларға біз салық салмай жағдай жасауымыз керек деп ойлаймын. Өйткені салық инспекцияларынан қашпай саудасын сатқызуымыз керек. Жеке қосалқы шаруашылығымен айналысатын бір үйде 7-8 әзір көп, 7-8 сиырын сауып, сүтін сатып отқандар. Ірі қара, ұсақ мал, жылқыларын бордақылап сатып күн көріп отқандар да көп. Жылыжаймен бау-бақшасында бағып отқан жетерлік. Сондықтан жеке шаруашылық қожалықтардың айналысатын жылдық айналымын 10 миллион теңгеге дейін көтеруді ұсынамыз. 10 миллион теңге көтергеннің ондай аз деп есептеймін, өйткені бір жылда 1 миллион таба ма, таппай ма ол шаруа. Тапқан күнде де өзінің бала шағасына кетеді. Азық-түлігі мен киім-кешегіне әрең жеткізу мүмкін оны. Киім-кешегіне жетсе де жақсы. Ал бұдан да көп тапсын. Табатын болса бір нәрсені қуануымыз керек. Bu yerде ол тапты, тапқан кейін міндетті түрде өз ұл қыздарын, жастарды оқытады. Жастарды оқытады, біздің елге білімді ұрпақ нәсіп әкеледі, үлесін қосады. Сондықтан жастарды білімге, жастарды еңбекке үйретіп жатыр. Құрт майын сүтін сауып, етін баққызып отырған жауапкершілік екен. Жастардың бәрі ол ауылда шыққан, ол үйден шыққан жастардың бәрі мықты еңбек құрып шығады. Халықты өзінің әрең күнін көріп отқан кезде салықтан қашпай, қара базарда тығылып оларды сатқызбай, ашық жарқын өмір сүргізіп, бақытты ғұмыр кешетін өздерінің өндірген үйіндегі тауарларын сауда орталықтарында, тіпті супермаркеттерге апарып сататын жағдайларды жасауымыз керек. Аудандарда лабораториялар бар, соларға етін, сүтін, құртын майын тексертіп, сертификатын алып, сауда орталықтарына апарып тапсырып, ешқандай салық төлемей күн көзін табысын арға олардың мықты қылуымыз керек. Жай халық өсуге мүмкіндік беріп, олардың шаруаларын дамытып, үлкен фермер кәсіпкерлерге айналу нәсіп етуіміз керек. Өйткені олар фермер мықты кәсіпкер болғаннан кейін бухгалтер де жалдайды, басқа да жалдап салықты төлей береді. Экономикаға үлкен үлесін қосты. Сондықтан салыққа осы көрсетілген 282 айлық есептік көрсеткішті 10 есеге өсіруді ұсынамын. Рахмет.